Бүгін сіздерге қабылдау бөліміне жоспарлы емге жатуға келген науқастардың жолдары жайында айтып бергім келеді. Қабылдау бөліміне науқастар тек қана поликлиниканың жолдамалары бойынша порталдың тіркелуімен келеді. Бұл жоспарлы жатуға келмес бұрын науқастар міндетті түрде біздің орталықтың мамандарының кеңесін алулары қажет. Кеңес барысында біздің дәрігерлер науқастарға консультативтік қорытынды береді. Ол қорытындыда керекті барлық тексерулердің тізімі міндетті түрде болуы керек. Сол қорытындының барысында емхана дәрігерлері науқастарға барлық керекті тексерістер жүргізіледі, инструменталдық тексерістер жүргізеді. Тексерістердің нәтижесіне қарап науқастардың тексерулерінде, яғни оларда емге жатқызуға ешқандай қарама-қайшылық болмаған кезде, сол кезде науқастар бізге жатуға келеді. Бұл процедуралар ертеңгі күні осы қарама-қайшылықтардың әсерінен ауруханаға жата алмай қалуының алдын алу үшін жасалады. Егер де науқастың тексерулерінде қарама-қайшылықтар болмаса, поликлиника маманы біздің электрондық поштаға науқас жөнінде выписка жібереді. Ол выписка біздермен тексеріліп, содан кейін емханаға біз олардың электрондық пошталарына науқасты порталға қоюға болады деген хабарлама жібереміз. Сол хабарламаның соңында поликлиника маманы порталға қояды. Біз болсақ оны растаймыз. Растау алғаннан кейін оларға 1414 номерінен СМС хаттама келеді. Сіздің жолдамаңыз расталды деген. Сол расталды деген хаттама алғаннан кейін ғана біздің ауруханаға жатуға келуге болады. Қабылдау бөліміне келген кезде науқас алдымен күту залына өтеді. Ол жерде менеджер қарсы алып, сіздерге уақытпен, тізіммен кіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар сіздер киімдеріңізді, заттарыңызды мына қоймаға өткізіп, қабылдау бөлімінің кабинеттеріне өте аласыздар. Ол жерде барлық құжаттар рәсімделіп, содан кейін сіздерді профильдік бөлімге өткізуге мүмкіндік жасайды. Енді бір айта кететін жағдай, қабылдау бөліміне келген кезде міндетті түрде тексерулеріңіздің қағаздай нұсқасын алып келген абзал.